Әйел зергерлік әшекейлері тек қана әшекелеуге ғана емес, сонымен қатар оның иесін көз тиюден, жын-шайтаннан, дүлей апаттардан қорғауға арналған. Бұл мақсатқа барлығы қызмет етеді. Металдан, тастан бастап, бұйым түрі мен формасына дейін. Ежелгі тұмардың бірі бұл сырға. Біздің ата-бабаларымыз жын-шайтан адамға құлақ пен шаш арқылы кіреді деп сенген. Сондықтан да оларға қарсы күміс сырға таққан. Металдың қуатын таспен және арнайы өрнектермен күшейте түскен. Сондықтан да сырғаны ерте бала кезінен үнемі тағып жүрген. Туылғаннан кейін 1 жылдан соң қыздың құлағын тесіп, жібек жіпті немесе кішкентай сырға кигізеді. Өйткені сырға тек адамның жынысын ғана көрсетпейді. Ол сондай-ақ тұмар ретінде маңызды элемент. Қыздың құлағы жаман өсек аяңнан қорғалған болуы тиіс. Бұл қара ниеттілердің тілін байлайды деп саналған. Сондықтан қыздардың құлағында салпыншы сырғаларды жиі көруге болады. Сырғалардың әдемі сыңғырын олардың иесі естиді, яғни барлық жамандық сырт айналып кетеді. Әйел қайтыс болған кезде одан барлық әшекейлерін шешіп алады, тек сырғаны ғана қалдырады. Өйткені егер сырға болмаса, құлаққа жылан кіріп кетеді деген наным бар. Сырғалардың көптеген түрлері мен нұсқалары бар. Сырға 2 элементтен тұрады. Жарты айға ұқсас имегі мен төменгі бөлігі. Түрлі формадағы ою өрнектелген жалпақ сырға кең таралған. Айшық сырға да өте танымал. Мұндай сырғаларды болашақ қалыңдыққа таққан. Сырғаның бетіне құнарлықтың белгісі ретінде күн, жарты ай, жұлдыз немесе дән бейнелері өрнектеліп салынады. Көне сырғалар ауыр болған және құлақтың сырғалығын төмен тартып тұратын. Осылай олар имегі мен жүйке жүйесіне байланысты өте маңызды нүктелерді уқалап әсер ететін. Жиі түрлі пішінді ұзын сырға кейде тастар салынған қос қабатты сырғалар тағылған. Сонымен қатар шашқа тағатын шолпы да әрдайым тағып жүретін әшекейге жатады. Жас шамасына қарай басына ештеңе кимеген қыздар шолпының әдемі өрнектелген салпыншықтарынан тағып, олар әдетте күміс медальонға шығыршықтардың көмегімен бекітілген 2-3 бөліктен және бірнеше қабаттағы тиындардан тұрады. Шолпының жоғарғы бөлігінде шаш өрілетін түрлі түсті таспалары болған. Қыз баланың шашының әсемдігін және шаштың ұзындығын мен қалыңдығын көрсететін сыңғырлаған дыбыс беретін шашты сәндеуге арналған салпыншақтар. Бұл салпыншақтардың өрілген шаштың ұшына тағады. Өйткені шашта адам жанының бір бөлігі болады деп есептеген. Қыздың тағдыры шаштың қылындай, сондықтан да салпыншақтар сияқты әшекейлер олардың жын-шайтаннан қорғайды деген наным бар. Шолпылар тек әшекей мен тұмар ғана емес, сонымен қатар өрілген шаш тарқатылып кетпеу үшін тағылады. Шашқа арналған әшекейлерді жас әйелдер тұрмысқа шыққаннан кейін біраз уақыт бас киімнің астына тығып жүреді. Бірақ кейін оларды тақпайтын болады. Кейбір жас келіншектер оларды сіңлілеріне сыйлайды, ал біреулері болса болашақтағы қыздарына сақтап қояды. Өткен ғасырда сәби өлімі жоғары болатын. Өз сәбиін қорғау мақсатында ата-аналар бірден оларға тұмар тағып қояды. Тұмардың ішіне Құраннан жазылған дұғалар немесе басқа да қорғаушы қасиеті бар заттарды салған. Тұмарлар әдетте кеудеге тағылады, бірақ қолтығының астына тағып жүретін ерекше наным-сенім де бар. Аңыз бойынша адамның жаны қолтықтың астынан шығады дейді. Сондықтан жанын сақтап қалу үшін тұмар сол жерге тағылады. Қыз бала өсе келе тұмарды бас киіміне тігіп қояды. Осылайша қыздардың әшекейлерінің жинағы тұмардан басталады. Кеудеге тағылатын тұмарлар түтікше және үшбұрыш бөліктерден тұрады. Үшбұрыш пішіні әйелдердің бастауының символы болып саналады. Осындай әшекей тұмарларды қыздар болса қуана тағып жүреді. Өйткені олар бақыт әкеледі және зұлымдықтан қорғайды деп нық сенді. Алқа тиындардан, бірнеше бөлік асыл тастардан,
түрлі түсті шыны көздер орнатылған бірнеше алақаннан тұратын топсалы шынжыр арқылы тағылған мойын әшекейі. Ежелгі заманда ол тұмар ретінде қызмет етті және оның тағылуы әйелдерге нәрестенің жан дүниесін сыйлайтын Ұмай құдайын құрметтеумен байланысты. Бастапқыда алқаны тек құдағи тағатын, ол оның киімінің бір бөлігі саналды. Кейін бұл әшекейді мереке күндері барлық әйелдер кие бастады. Алқа міндетті түрде мойынға тағылған жоқ. Оларды самай шекеден түсіріп, бетке көрік беріп тұратындай тағып жүрген. Әйел костюмының маңызды бөліктерінің бірі камзолдың екі өңірін тартып тұруға мүмкіндік беретін екі бөліктен тұратын қапсырма. Зергерлік әшекейлер мен тұмарларға салынған тастар мен салпыншақтар тек декоративтік сұлулық үшін ғана емес, сонымен қатар басқа да әрине пәле-жаладан қорғау сақтау мақсатында тағылған. Зергерлер әшекейлерде тастарды жиі салады. Қазақтарда аса қастерлі және күшті қуаты бар тастар бұл қызыл және көгілдір тастар және маржан болып саналады. Қызыл ақық тас аурудан сақтайды, көгілдір болса бақыт әкеледі, маржан көз тиюден қорғайды, бала тууға ықпал етеді деп сенген. Әлемдік мәдениетте теңдесі жоқ бірегей қазақтың әшекейі бұл өнержиек болып табылады. Бір-бірімен тізбектеліп, үш немесе одан да көп таспадан тұратын тік құрылымды төс белгі. Оның салмағы 50 граммнан 1 килограммға дейін жетеді. Бұл тұрмыстағы әйелдердің әшекейі, ол да әрине қорғаныс қызметін атқарады. Бұл әшекей әйел адамының омырауын жамандықтан қорғайтын күші бар. Күміс тізбектер мен көбінесе жыланның басы түрінде салпыншақтармен аяқталады. Бұл шығыстың ұлы құдай анасының символы. Осылайша, өнержиектің мағынасы ұрпақтың көбеюі үшін оны жалғастырушы әйел құдай ананың қамқорлығын сұрайды делінген. Өнержиек негізі әшекейлердің бірі болса да, оны күнделікті тақпаған, тек тойларға ғана киген. Қазіргі заманға әйелдер бүгінде мұраға қалған немесе сыйға келген әшекейлерді тек сұлулық үшін ғана тақпайды. Олардың жүректерінде көп ғасырлар бұрын аналары және әжелері сияқты жоғарғы күштердің қорғауында болатынына сенеді.